Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен тағы да бір пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Бүгінгі біздің тақырып бет күтімі жайлы болады. Бетімізді қалай ағартамыз, керек емес қара дақтардан қалай құтыламыз және майда жаңадан пайда болған әжімдер көбеймеу үшін не істеу керек деген сұрақтарға жауап алатын боласыз. Егер сізге қызық болса, менің каналыма подписка жасап, лайк қойып кетіңіз. Сонда менің сізбен бөлісетін тағы да басқа жаңа ақпараттарды жоғалтып алмайсыз. Ал әрмен қарай видеоны қарап, рецепті жазып алыңыздар. Бүгін мен сіздерге беттегі қара дақтардан, майда әжім, яғни мимический машиналардан бетті қалай ылғалдандыруға болатын маскамен бөлісемін. Ең пайдалы ол табиғи өнімдердің бірі, ол бізде ақ желкен, петрушка. Петрушканың медициналық дәлелі бар, ол асқазанға, яғни ішкі құрылысқа пайдасы өте көп. Егер сіз ақ желкеннің суын ішетін болсаңыз, асқазаныңыздағы жағымсыз иістерден және қабынудан, жаралардан құтылуға өте пайдасы жақсы тиетін болады. Ал біздің бүгінгі тақырып бет күтімі жайлы болғандықтан, ақ желкеннің бетке қандай пайдасы бар, сол жайлы мен сіздерге айтып беретін боламын. Ең алдымен, ең көп сұранысқа ие беттерді, дақтарды қалай кетіреміз, қара дақ, яғни пигментациядан қалай құтыламыз деген. Бізге ең жақсы көмекке келетін ол ақ желкен, яғни петрушка. Екінші ең сұранысқа ие ол, яғни көздің айналасындағы мимический машиналардан қалай құтылуға болады. Ол кезде де бізге де ақ желкен, яғни петрушка жақсы көмекке келеді. Ақ желкеннің құрамында коллаген болғандықтан, ол біздің беттерімізді жастығын сақтап, бетіміздің ылғалдығын сақтап, және де әжімдерден құтылуына, арғарай көбейіп кетпеуіне жақсы септігін тигізеді. Және ең тиімді, ең көп пайдалы сұрақтардың бірі ол беттегі қабыну, яғни раздражение, жаралардан құтылудың жолына бізге де тағы да ақ желкен жақсы көмектеседі. Өйткені ақ желкеннің құрамында пентин бар. Пентин ол беттегі қабынуға және де қызарған жараларды жақсы тез жойып, раздражениені өте жақсы алуға көмектеседі. Және де жаздың күні ең топовый сұрақтардың жауабы ол бізде бетті күн көзінен қорғау. Өйткені бізде күн көзі қатты болғандықтан бетіміз ожог алады. Сол себепті бетіміздің ағару процесі баяулап, бетімізге жаңағы керек емес дақтар, керек емес қабынулар пайда болады. Сол үшін бетімізде ақ желкеннің маскасын жасап жүретін болсақ, ол бізге SPF ретінде күн көзінен жақсы қорғайтын болады. Сол қорғаудың арқасында біздің бетімізге әжімдер, қара дақтар, жаңағы керек емес қабынулар пайда болмайды. Және де бетімізді жақсы ағартып аламыз ақ желкеннің арқасында. Бұны жасаудың жолы өте оңай және де өте арзан. Бірге жасап көріңіз. Ал масканы жасауға кірісейік. Ең алдымен ақ желкенді жақсылап майдалап турап аламыз. Ақ желкен құрғақ болғандықтан оны біз бетке жаға алмаймыз. Сол себепті ақ желкенді бетке жағу үшін ең алдымен йогурт, айран, не болмаса қаймақтың бүресімен араластырсаңыз болады. Қазір менде үйде йогурт болғандықтан мен йогуртпен жасаймын. Тағы да бір сіздерге лайфхак, егер сіздің бетіңіз өте қатты құрғақ болатын болса, ақ желкенге тағы да қиярды қоссаңыздар болады. Қияр беттің ылғалдандыруын жоғарылатады және бір тәулікте жақсы ылғалдығын ұстап тұратын болады. Сол себепті қиярды да жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін ақ желкенді блендердан өткізіп, егер блендер болмаса, мен сияқты осылай майдалап турап аласыз, қиярды өткізгіштен өткізіп аласыз да, және айран, йогурт, не болмаса қаймаққа араластырып, бетімізге бетке жағамыз. Ал енді ақ желкенді жақсылап майдалап турап аламыз. Ал дайын болған ақ желкенімізді осылай жаңағы біздің йогурт, не айран, не қаймағымызға салып, жақсылап араластырамыз.
Ақ желкенді егер де сіз блендерден өткізетін болсаңыз, оның өзінің табиғи суы шығады. Сол суды да бетке жағуға болады. Олай жасасаңыз, одан да 2 есе пайдасы көбейеді. Міндетті түрде сізде пигментный пятна болса, блендерден өткізіп өзінің суын жаққан тиімдірек болады. Ал біздің маскамыз дайын, әбден араластырып алдық. Енді шашымызды жинап, бетімізге жағамыз. Бетімізді сумен жақсылап жуып, құрғатып аламыз. Мен бетімдегі бояудың бәрін жудым, тек қана кірпігімде ғана бояу бар. Осындай дайын болған составты осылай бетімізге жағып шығамыз. Мейлінше бетімізде кеуіп қалғанша ұстаймыз. Где-то 20-25 минут, 30 минутқа дейін жүрсеңіздер болады. Ақ желкенің ешқандай зияны жоқ бетке. Егер бетіңіз сондай зуыт, раздражение, бірдемеден суықтан қабынып, күннен қабынып тұрса, осыны жақсаңыз, шынымен де жақсы пайдасы тиетін болады.